Сараптамалық комиссия құжаттарды тексеріп болғаннан кейін, осы аттестация бөліміне өтіп, жаңағы жоспарланған сұхбаттар деген батырмаға басып, үміткерді сұхбаттасуға шақырады. Яғни тағайындау батырмасына басамыз, күнін енгіземіз, уақытын, растау батырмасына басамыз. Бізде сұхбаттасу бойынша мәртебесі бейнеконференцияға шақыруды күтуде болып тұр. Бұл жағдайда қазір үміткерге хабарлама барды. Осы күнде жаңағы бейнеконференцияның уақыты мен күні белгіленген хабарлама міндетті түрде жаңағы үміткерге баратын болады. Сіздер дәл осы күні, дәл осы сағатта сұхбаттасуды бастауға бас аласыздар, яғни сұхбаттасуды бастауды батырмасына басамыз, қосылуға басамыз. Яғни ескеретін жағдай, бұл жерде интернеттің тұрақты жұмыс істеп тұруы маңызды. Сонымен қатар жаңағындай микрофон, компьютердің дыбыстық құралдары дұрыс жасап тұруы міндетті, және де үміткерге 30 минут көлемінде уақыт беріледі. Сонымен қатар әңгімелесу аяқталғаннан кейін шешім қабылдану міндетті. Қосу батырмасына басамыз. Қосу батырмасын басқаннан кейін үміткер мен сіздің араныз берілген уақыт 30 минут болады. Өздеріңіздің қосымша сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сонымен қатар бұған дейін жүктеген құжаттарын тексере аласыздар. Сонымен бір қарап шықсаңыздар болады. Одан немесе интернет тұрақсыз жұмыс істеген уақытта осы чатқа сұрақтарыңызды жазып, толық жауап алсаңыздар болады. Барлық құжаттар тексеріп болғаннан кейін сіздер міндетті түрде бағалау парағына өздеріңіздің бағаларыңызды енгізесіздер. Яғни әр бөлім бойынша, әр комиссия үміткерге бағалауын қосатын болады. Барлығын толық толтырамыз. Және де осы жерге өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Мен жалпы қысқаша түрінде осы пікірді енгізіп шығамын. Барлық бөлімдерге осы міндетті түрде пікірлеріңізді жазу керек болады. Барлық пікірлер жазылғаннан кейін сіздерде өздеріңіздің жаңағындай ұсыныстарыңыз болса, осы ұсыныстар бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Барлық баға қойылғаннан кейін барлық көрсеткіші осы бөлімге шығатын болады. Сақтау батырмасын басамыз. Бөлім толтырайық. Яғни сәтті сақталды, яғни бағалау парағы толтырылды. Бағалау парағы толтырылғаннан кейін сіздерде жаңағындай үміткерге баға беру керексіздер. Өтінішке берілген біліктілік санатына сәйкес келеді, жаңағы немесе қолданыстағы санатына сәйкес келеді, немесе қолданыстағы біліктілік санатынан төмен біліктілік санатына сәйкес келеді болып, жаңағындай төртінші сәйкес келмейді бөлімі енгізіледі. Егер санатқа сәйкес келмейтін болса, ондай жағдайда өздеріңізге, яғни комиссияға ыңғайлы жаңағы шешімі шығаратын болады. Біз сәйкес келеді таңдаймыз. Хаттаманы жүктеп аламыз. Хаттама осындай үлгіде шығатын болады. Хаттаманы жүктер алдында сіздер өтініш беруші, яғни үміткердің жаңағындай аттестациядан өтуіне байланысты мерзімнен бұрын немесе кезекті болып қайсысына сәйкес келеді, сол бөлім таңдайсыздар. Хаттама қол қойылғаннан кейін сіздер жаңағындай жүктеп алсаңыздар болады. Хаттаманы жүктеп, растап, сақтап қоямыз. Хаттама жүктелгеннен кейін сұхбаттасуды аяқтасаңыздар болады. Сараптамалық комиссия бойынша жаңағындай сұхбаттасу сәтті өтті. Назарларыңызға рахмет.